Барлықтарыңызға сәлем достар, бірге мен Нұртай және біздің жаңа видеомызға қош келдіңдер. Бүгінгі видеода достар біз деген болды немесе болмады деген челлендж түсіретін боламыз. Сіздер осы екі видеоның алдында мен сендерге комментарийға өздерінің болды немесе болмады деген сұраққа сәйкес келетін сұрақтарын тастап кетіңдер деген болатын. Сендер сол жері өте көп комментарий тастап кетсіңдер. Міне қазір мен қасымда міне болды немесе болмады деп мына жерде екі шетте жазылып тұр достар. Менде қолымда пара жоқ, болды болмады деп жазып тұрған, сондықтан мендегі мына екі жерге өстіп жазып қойдым достар. Ал достар, енді біз деген видеомызды бастаймыз, кеттік ал. Так достар, уже біз деген видеомызды бастаймыз. Короче, бізде уже ең бірінші болып сұрағын қалдырған бала ол Айдарик KZ деген міне осы бала тастап кеткен. Телефонды сындырып алған кезім болды ма дейді достар. Мен телефонды сындырып алған кезім болды, ол походу 9 немесе 8 жасында болды. Короче, менде бір телефон болды, аты қандай екен ұмытып қалдым, әйтеуір бір телефон болды, содан мен деген ойнап жатқан едім, кәдімгі ойнап жаттым, потом ұтылып қалған едім, сөйтіп мен деген телефонды былай просто өстіп былай барып, мысалы мына сол телефон ғой, өстіп былай ұрып қалған едім, сынып қалды достар, сөйтіп істемей қалды, енді ол телефон қазір жоқ достар. Сондықтан бұл болды, сондықтан плюс бір балл болды дегенге қосамыз достар. Так, уже Айдарик KZ дегенге біз уже сұрағымызды қайтардық. Болды достар. Так, уже бізде екінші сұрақ қызық достар. Арслан мистер МР Арслан деп қойыпты достар. Неге міне осы балаға, короче. Так, түсіп қойған кезім болма дейді. Йома, түсіп қойған кезім болма. Но түсіп қойған кезім болма дегенде ол кішкентай кезде барлығында болған шығар да достар. Егер сендерді кішкентай кездерінде по-любому болды ғой ол достар. Сондықтан болды, ол енді қазір емес ғой, по-любому кішкентай кезде 2-1 жастарда шығар, походу. Так, уже мына мистер Арслан дегенге қойдық, міне ол болды. Сондықтан болдыға тағы да плюс 1 балл қосыламыз достар. Так, уже бізде үшінші сұрақ Ерназар Утемисов деген баладан келіпті. Салам дейді, салам. Егер көріп отырсаң лайк басып кет, Ерназар деген бала. Так, бізге ол екі сұрағын тастап кетіпті. Класстастардың алдында ұятқа қалған кезім болды ма дейді. Так, класстастардың алдында ұятқа қалған кезім болды ма менің? Короче, қазір мен кішкене ойланып көрейін, сосын барып сендерге айтамын. Так, достар, уже мендегі мында Ерназар деген баланың сұрағына уже ойландым. Мен вообще есіме түскен жоқ достар. Мен сыныптастардың алдында ұятқа қалған кезім вообще есіме түспеді, сондықтан бұл болмадыға кетеді достар. Енді класстастардың алдында мен ұятқа қалған жоқпын. Класстан покашта мен есімде отырған жоқ достар. Так, уже бізде Ерназар деген бала екі сұрақ тастап кеткен, соның екіншісі адасып кеткен кезім болды ма дейді. Адасып кеткен кезім жоқ достар, адасып кеткен кезім болмады достар. Мен вообще адасқан жоқпын походу да, или адастым ба? Жоқ, адасқан жоқпын достар. Точно айтамын, адасқан жоқпын, сондықтан ол болмадыға кетеді достар. Так, уже бізде Жасұлан Досымбек деген баладан келіпті достар. Жасұлан Досымбек, так, бұның сұрағы бұл балада екі сұрақ тастап кетіпті. Так, сабақтан кетіп қалған кезім болды ма? Жоқ, мен сабақтан кетіп қалған кезім вообще болған жоқ. Сіздер де егер сіздер сабақтан қашып кетсеңіздер, осы комментария жазып кетіңіздер достар. Давайте көрейік қанша бала сабақтан қашып кеткенін көрейікші достар. Так, сабақтан қашып кеткен кезім болмады, сондықтан ол болмадыға кетеді. Так, екіншісі достар, екінші сұрағы. Так, туалетте отырған кезде қағаз жетпей қалған кезім болды ма? Әрине достар, ол почти барлығында болатын шығар, болды. Так, уже бізде неше сұрақ қалды? 1-2. Достар, уже бізде 2 сұрақ қана қалды достар. Давайте достар, мына 2 сұрақты айтпай тұрып достар, давайте бірден каналға тіркеліп отырайықшы достар. Міне қызыл кнопка шықты, осы қызыл кнопканы міндетті түрде сериал кетіңіздер достар. Давайте 310 подписчикке жеткізіп тастайықшы достар. Давайте сендердің қолдарынан келеді деген ойдамын. Енді осы менің каналымда көптеген видеолар шығатын болады достар. Енді мен баяғыда 2 аптада бір сондай аз видеолар шығарып жүрдім ғой. Енді көп видео шығаруға тырысатын боламын достар. Сондықтан лайк басып каналға тіркеліп отырайықшы достар. Давайте сендердің қолдарынан келеді достар. Міне достар, уже мен деген 6 сұраққа жауап бердім достар. Уже 6 кетті, уже 2 қана сұрақ қалды достар. Вообще 8 сұрақ жиналыпты. Так, уже бізде 7-ші сұрақ, 7-ші сұрақ сабақтан қашып кеткен кезім болды ма дейді. TikTok видео деген, міне осы бала тастап кетіпті. Жоқ, мен сабақтан қашқан кезім болмады.
маған мен ол сұраққа жауап берген болатын, бірақ сонда да өтініш осы сұраққа жауап берші деп тастап кетіпті. Сондықтан мен деген көңілің қалмас үшін давайте мен тағы да осы сұраққа жауап берейін. Мен сауаттан қашқан кезім болмады, достар. Так, уже достар, біз ең соңғы ғана сұрағымыз қалыпты. Refix Hero деген, міне осы бала Refix Hero деген осы баладан сұрағымыз келіпті, достар. Так, сен досыңнан жеп жатқан нәрсені бөліп беруін сұрағанда, ол саған кішкентай ғана бергенде сенің ішің күйген кезің болды ма депті, жазыпты, достар. Міне Refix Hero деген, міне. Так, достар, міне мына баладан келіпті. Енді мен деген осы баланың сұрағына жауап беріп жатырмын, достар. Сенің досың жеп жатқан нәрсені бөліп берген сұрағанда, ол саған кішкентай ғана берген кезде сен ішің күйген кезің болды ма дейді. Болды, осы қашан екен білмеймін, әйтеуір болды, достар. кәдімгідей кішкене ішің кетеді, достар. Шынымен ғой, жизда ғой, достар. Сендерде де сонда болса, лайк басып каналға тіркеліп кетіңдерші, өтініш, достар. Давайте сендер менің мотивацияларымсың. Достар, егер сендер осы видеоға 40-50 лайк жинасаңдар, мен келесі видеоны бірден шығарамын, достар. Сондықтан давайте каналға тіркеліп лайктарыңызды басып отыра берейік, достар. Так, уже мен деген Refix Hero деген баланың сұрағына жауап бердім. Я болды. менің досым бір нәрсе жеп жатқанда, мен одан бір нәрсе сұрағанда, ол маған кішкентай ғана кезімде, кішкентай ғана нәрсе, сол жеп жатқан нәрсенің жасын бөліп берген кезі болды, достар. Так, әрі қарай. Все, достар, уже бізді барлық сұрағымыз бітті. Так, тағы да мен басынан бастап қарап көрейін. Бір балалардың сұрақтары қалып кетпеген ба екен, достар. Так. Так, топ. Так, телефон сындырып алайын. Бердік. Так, бердік. Так, Уже, достар, мен деген барлық сұраққа да жауап бердім. Егер видеоны лайк басып каналға тіркеліп отырайық, достар, мана менде уже менде үш болмай, неше болды. Так, мынау. Короче, достар, уже бізде болдыға 4 ема, 5 емасында, ал болмадыға 3 сұраққа жауап беріппін, достар. Достар, біздің осымен видеомыз аяқталады. Егер видеоны лайк басып каналға тіркеліп отырайық, және комментарийға алда қандай видеолар түсірсем болады, достар. Егер идеяларың болса, міндетті түрде комментарийға тастап кетіңдер. Мен сендерге сол сұраққа міндетті түрде жауап беретін боламын. Короче, сендер болған мен аман болыңдар. Давайте келесі видеода кездескенше. Давайте.